көшенің бір кәрі ешкісі болыпты. Өзі апарық құл сүйек болғанымен жаман бұзық екен. Алдар көшенің көңілі бірдеңеге ауа қалса, ешкісі әп сәтте зарлап келіп, мүйізімен бір сүзіп қалса болды, шалбарында жаңа жыртық пайда болады екен. Бұны қайтадан жамауға тура келеді екен. Ешкісі әбден маза бермеген соң, алдар көше оны базарға апарып сатпақшы болады. Базарда алдарға бай кезігіпті. Ешкісін көріп, бай оны мазақтап, күлкі қыла бастайды. Мынау ешкісін қараңдаршы, апарық шыбықтай, мұндай ешкіні қандай ақымақ сатып алады. Жұрт мәз болып күлген сайын алдардың қабағы түседі. Ешкісін сатпақшы болып, алдар көсе күні бойы базарда тұрғанымен бір адам жақындамапты. Тіпті бағасында сұрамапты. Кебенек ай, тіпті саған бір адам көзін салмады ға. Қасқырға жем қып, қараңды өшірейін бе? Ай, сат алдың ба ешкіңді? Мен саған айтып едім ғой, бұндай арық ешкіні ешкім алмайды. Байеке, дұрыс айтыпсың, ешкімге керек емес екен. Мен саған тегін берейін. Үйіне барарсың, бұна ешкіден қуырдақ жасап жеуге болады ғой. Ойшай, шын айтып тұрсың бе? Әрине, бірақ енді әуелгі тек жұрттың алдында маған уәде бер. Мен аяқ астынан қайтыс болсам, мені дұрыстап жерлеп, жаназа оқитын боласың. Жерлеймін. Жаназаңды да оқимын. Тек анау ешкіңді тезірек ұстап берші. Үйге апарып бұны бәйбішемді қуантайын. Кешкі асымызды да дайындап қояр. Ей, кебенек. Дегенмен алдар көсе ақымақ екен. Ешкін өзі-ақ асып жеудің орнына маған тегін бергені дес. Іс жүзінде толық адамдар ақылды, ал арық адамдар көбінесе аңғал болатын несі екен. Бұлғым өй! Байекемен қой алдары. Тезірек жинал. Екеміз жолға шығуымыз керек. Бұл қайдағы жол? Не деп тұрсың өй? Сенімен неге баруым керек? Ханның жарлығын орындау керек. Елді түгел жаяу аралап, мұна дәптерге уәдесін орындамайтын адамдардың тізімін жазып алам. Олардың бәрін кейінгілерге өлгір етінде жазалап, сазайын тартқызады. Саған бұйрық берсе, меніңнен бары өзің бара бермейсің ба? Кеше ғана өліп қалған жағдайда мені жерлеп, жаназа оқимын деген уәдеңді беріп едің ғой. Ол үшін мен саған жұрттың көзінше ешкімді бердім. Есімде ғой. Берді ғой. Берген. Енді маған не қыл дейсің сен? Не қылған нес? Жолда өліп қалса мені дұрыстап жерлеп, жаназа оқымайсың ба? Сондықтан әрдайым
қасымда болуың керек. Ол не дегенің? Сонда не? Мен өмір бақи сенің артыңнан қалмай жүруім керек пе? Енді әйтеуір қасымда болуың керек қой. Өйткені мені жерлемесең, уәдеңде тұрмадың деген сөз ғой. Мен сенімен бара алмаймын. Менің өз бала-шағам, мал-мүлкім бар ғой. Онда ешкімді қайтар. Әйтпесе, мына уәдесін орындамайды деп, атыңды дәптеріме жазып алам. Ешкім енді жоқ қой. Жоғы қалай? Оны қайда жібердің? Мен оны жек қойдым ғой. Олай болса, менімен барасың. Не ешкінің толық құнын төлейсің. Сонда қанша? 10.000 теңге. Сенің есің дұрыс бей? Бірде-бір ешкі 10.000 теңге тұрмайды ғой. Менікі соған татиды Байеке. Төкке тұрмайтын апары құп сүйек еді ғой. Жоқ, Байеке, жоқ. Жардай семіз де семіз. Еті де дәмсіз екен. Онда неге жедің? Ал шөй ақшаңды. Жарайсың Байеке. Байеке, енді үйіңе барып, айнаға үңілсең, менің арық ешкімді сатып алған ақымақты көресің. Мен алдарымын, сақалымды алтын. Оңбаған, сенің жаман ешкіңді алсын деп бұның бәрін әдейі жасаған екенсің ғой. Атаңа нәлет. Тоқта, тоқта. Базарда саудамның берекесін қашырған өзің ғой. Енді өз обалың өзіңе. Ешкіңді бұнау сиқысыз түрі жаман бірдеңе еді ғой. Енді маған не қыл дейсің? Ақырында сатып алдың ғой, а?